Армысыздар қазақ туран елі. Бүгін бүкіл әлеуметтік желіде Жаңаөзеннен келген жаңаөзендіктер оянып, алаңға шығып, биліктен талап етіп, саяси талап етіп, әлеуметтік талап етіп тұр. Біздің осы уақытта біздің міндетіміз жаңаөзендіктерді қолдап, олардың талаптарын қолдап, ең маңызды осы себепте менің ойымша ол нақты тиімсіз, пайдасыз, шіріген авторитарлық саяси жүйесі, Назарбаевтың саяси жүйесі кінә. Осы 30 жыл билікте отырып, 30 жыл оған ешкім тиіспей, ешкім кедергі жасамай, билікте тек қана өзі жалғыз отырып, осындай бай жерімізде кедей қазақ халықты жасап, істеп, енді қазір біздің жерде жатқан қазбалар, мұнай, газ, әрі түрлі түсті металдар, осы байлықты шетелдерге, жекеменшікке сатып, олигархтарға сатып, бізді енді осы кедейшілікке әкелді. Назарбаевтың саясаты. Осы Жаңаөзен қала, Ақтау, Маңғыстау облыстардың. Мен осы халық, оларға құрметпен осы қарап қолдап жатырмыз. Бүкіл елі, қазақ елі, Алматы, Астана, Қызылорда, Қостанай, Петропавл, Павлодар, Қарағанда, Талдықорған, Балқаш, бәріміз тұру керекпіз. Бәріміз Жаңаөзен қаланың тұрғындарының талаптарын қолдап, біз осы бай жерімізде кедейшілікке келдік. Ол да рас екен. Жаңаөзен халықтың талаптары, ол бүкіл қазақ елдің талаптары. Оны да түсіну керек бізге, бәрімізге. Тұрмай, үйде отырмай, диванда жатпай, қолдайық Жаңаөзен тұрғындарды. Олардың талабы, ол біздің талаптары. Қазір жанармай бағалары жоғары. Дизельный топливо, солярка жоғары бағалары. Енді газдың бағасын көтерді. Сұмдық қой. Әй Назарбаев, сен 30 жыл осы билікте болып, билігенсің осы бай жерді. Осындай ақыл қазақ халықты саған сенім болған, сеніммен жүрдік біз. Ал сен өз қалтасын, өз қыздарын қалтасын толтырып ақшаға, миллиардер, бәрі Форбста сенің қыздарын Дариға, Динара, Алия, күйеу балалары, Құлыбаев, бәрі Форбстың журналында бай адамдар, миллиардтаған осы ақшалары бар, меншіктері бар. Назарбаев, ят емес пе, ят. Болды, жетер, болды. Мазақтауға бізді. Қазақ ұлтымыз, қазақ халқымыз, қазағым, бауырларым, тұрайық, саясатқа қатысайық. 30 жыл үйде отырып, қорқып, үйде отырдық біз. Саясатқа қатыспай, қандай нәтижеге келдік біз? Өздеріңіз қазір қарап жатсыңдар. Бәрі қымбатшылық, азық түлік қымбат. Бензин, жанармай, газ, олардың бағалары жоғары болса, бүкілі азық түлік, бүкіл заттар бәрі жоғары өседі ғой. Бағалар өседі ғой. Оны түсіну керек бізге. Болды, жетер. Осы тиімсіз, пайдасыз саяси жүйесі, Назарбаевтың саяси жүйесі отставкаға толық кету керек. Назарбаевтың бастап, Тоқаев, Масимов, Мамин, бүкіл министрлер, бүкіл осы халыққа қарсы шыққан парламент, сайлаусыз сайлауған парламент, бәрі отставкаға кету керек. Болды, жетер. Бізге нақты парламенттік демократия саяси жүйесі құру керек.
бүкіл анау экономика жағынан маңызды салаларды, мұнай өндіру, газ өндіру, түсті металлургия, тау-кен, анау горно-промышленная, горная промышленность, горнодобывающая промышленность, электр құжат, өнеркәсіп, банк жүйесі, қоғам транспорт, темір жол, аэропорттар, ауыл шаруашылық жерлерді бәрі мемлекет меншікке қайтару керек. Ол нақты бай, нақты доходная сфера айтады ғой, ақша болатын салалар ғой. Жеке меншікке бере салып, енді осы жеке меншікте отырған олигархтар бүкіл газға, бензинге бағаларын көтеріп, өз қалтасын, пайдасын ойлап жүр. Бізге керек емес солай. Менің есім Аслан Курманбаев, Туран қозғалысының ұйымдастырушысымын. Біз ұлт демократиялық ұлтшылдармыз. Содан соң жаңа өзендіктерді қолдайық. Бірігейік қазақ елі. Талап етейік. Назарбаев пен Тоқаев, Масимов, Мамин отставкаға кетсін. Болды, жетер. Таза сайлау жасау керек. Таза сайлауда халықтың өкілдері шығу керек. Үміткер ретінде однопалатный парламент болу керек. Бір палаталы парламент. Тек қана халықтың өкілдері болу керек. Назарбаевтың туыстары мен жолдастары, өкілдері, жақында тұрған олигархтарды бәрін биліктен шығару керек. Болды, жетер. Оянайық, қазақ ел болайық, қазақ батыр болайық. Біздің ұлы ата-бабаларымыз қаншама, қандай жерімізді бізге қалтырып, ал енді біз өзіміз азаматтық және саяси құқықтарды қорғамай жүрміз. Ұят қой, бізге ұят болу керек. Қазақ, Туран елі, алға! Жаңа өзендіктерді қолдайық. Осы Туран қозғалысының YouTube каналымызға қосылып, жазылып, комментарий ретінде өз пікіріңді біліндіріңдер. Сау болыңыздар.